тарау, жолбарыс, жымы. Бұл тарауда мейірімсіз қосаяқ сөз болады. Ол шақан жолбарыстың тіршілігінде сипатталады. Жолбарысты да, оның шөнжіктерін де аяусыз өлтірген қатыгез шақан суреттеледі. Екі кішкентай шөнжікті жейденің жуан діңіне ұрып өлтіреді. Мен сұлумен кездеседі. Шақан жолбарыс қанына 7 мәрте дәм татады. Шақанның жолы Қапшағайдан Құйғанға дейін Іленің екі жағасын Тобар Қараөзек жиделі аталатын үлкенді кішілі тартымды тегіс сүзіп шықты. Шақанның өз есебі бар еді. Ай менен күн есебі емес, мал мен жан есебі, жолбарыс есебі. Бозбаламен танысады, бірақ ол мен сұлу болып шықты. Жолбарыс түнде бір жеті мемген саяқ көктайды жарып кетіпті. Жолбарыспен айқаста шақанның бетіне жара түседі. Тек көзінің қиығы алайып, езу еті қаша біткен. Бәрекелді, жарақат жігіт көркі деген Атабек ақсақал. Атабек ақсақал сандық түбінен жағасы биік жең ұзын, етегі бітеу сауытқа ұқсас шұбар ала киім шығарады. Ол киім жолбарыс көбе. Атабек ауылы түбектің ықтасын түпкіріне қонған 15 үй. Менсұлу кіші әйелден туған кіші қыз. Шақан Атабек ақсақалға 5 жылдан соң келмесем жаназамды шығарып Құран аудартыңыз деп айтады.